Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Сабира. Бүгін ерекше шпажкадағы самсаны дайындайтын боламыз. Дәмі деген өте дәмді, песочный тестомен жасалатын самса. Ол үшін ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Артынша құрғақ ыдысымызға ұнды салып, оның үстінен майымызды үккіштен өткізіп алатын боламыз. Мен мұнда жіңішке үккіштен өткіздім, сіздер ірі үккіштен өткізсеңіздер де болады. Екеуін араластырып, осындай крошка дайындайтын боламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз, түйіршіктер қалмауы керек. Оның үстіне жұмыртқаны салып, одан қаймақты және тұзды салып, жақсылап қолымызбен араластырып, қамыр елейтін боламыз. Мен барлық пропорцияны описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Дәл осы құраммен әдемі қамыр шығады. Болған қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Сол аралықта салмасын дайындап аламыз. Менде тартылған ет, пияз, тұз, бұрыш барлығын жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамыр өте жақсы жайылады. Ұнымызды шашып, қолымызбен жақсылап жайып алатын боламыз. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа қалыңдықтағы қамырды жаямыз. Сосын осындай кескіш құралдың көмегімен кесіп алатын боламыз. Міне көлемі осындай. Барлығын жақсылап кесіп алатын боламыз. Артық қамырларды алып тастаймыз да, келесі рет тағы да жайып, оны да қолданатын боламыз. Енді салмасын салып, ортасына дәл видеодағыдай етіп түйіп шығатын боламыз. Түйу жолы өте оңай әрі қызықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осылай түйемізде дөңгелек пішінде болады. Сосын осылай пісіріп алатын боламыз. Міне осылай әдемі мини самсалар шығады. Тағы да бір рет көрсетейін. Енді барлығын противенге орналастырып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, үстіне күнжітті сеуіп, 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне осылай болып пісті. Менде қараңыздар өте әдемі самсалар шықты. Енді шпажканы аламыз да барлығын тізіп шығатын боламыз. 3 шеуден салатын болсақ, өте әдемі көрінеді. Өз қалауыңызша екеуден салсаңыз да болады. Мен мұнда 3-еуден салдым. Өте әдемі көрінеді, дастарханыңыздың сәнін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.